Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге өте ерекше дастарханның сәнін келтіретін пикник салатын жасап үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен соусымызды дайындап аламыз. Мен осындай майонез таңдадым. Сіздер кез келген майонезді пайдалана берсеңіздер болады. Ыдысымызға салып алайық майонезімізді. Осының үстіне лимон. Сіздер свежий лимон пайдалана берсеңіздер болады. Чеснок. Қара бұрыш. Тұз. Енді осыны әдемілеп араластырып аламыз. Біздің соусымыз дайын болды. Салатымыз үшін мен осындай жіңішке колбасаларды пайдаланамын. Дүкендерде сатылады, копченый охотничий колбасалар. Помидор тураймыз. Огурцы тураймыз. Салатымыздың құрамына осындай чечилдер керек болады. Жартысын турап, жартысын бетіне оформлениеге пайдаланамыз. Салатымыздың құрамына сыр кетеді. Үлкен кусоктармен турап, салатымыздың құрамына қосатын боламын. Жаңағы алып қалған чечилдерім осылай арасын ашып, бытыратып дайындап аламыз. Жасыл жапырақтар салатымыздың құрамына турап саламыз осылай. Жаңа дайындап алған соусым салатымыздың құрамына салатын. Турап алған жұмыртқамызды осылай салатымыздың құрамына қосамыз. Салатымды әдемілеп араластырып, тарелкеге салатын боламын. Дайын болған салатым чечилдерді осылай орналастырамын бетіне әдемілеп. Қыздар, менің бүгінгі жасаған пикник салатым дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осылай укроппен әсемдеп жібереміз.